Сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін күн жоқ? Келдіңіз ба барлығыңыз? Кім жоқ? Әмшәк, Аян. Әмшәк, Аян жоқ. Еркебұлан, Алдияр. Балалар, көңіл күйлеріңіз жақсы болса, бүгінгі сабағымызға қарайық. Иә? Бүгінгі сабағымызда бастайық. Кітап құралдарымыздың барлығы түгелдеген. Балалар, тақтаға қарайық. Бүгін қандай тақырып өтеміз деп ойлайсыңдар? Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау деп ойлайсыңдар, иә? Жарайсыңдар, балалар, дұрыс таптыңдар. Мына жерде тізбектей және параллель жалғанған электр шамдары тұр екен. Сабағымыздың құндылығы жасампаздық бәрімізге өнеге. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. Сабақтың мақсаты өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды оқып үйрену, Ом заңы арқылы шарттарын тексеру. Балалар, енді сіздерді Казнет платформасы арқылы бөлетін боламын топқа. Қазір аттарыңызды жазамын. Мына жерге 3 топқа бөлінеміз. Осылай 3 топқа бөлінейік, балалар. Мына жақ бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Тез-тез бөлінейік, балалар. Топқа бөлініп болсақ, балалар. Енді балалар, мынау бағалау парағы. Сіздерге бағалау парағын таратып беретін боламын. Осы неге қарап отырып, өзімізді бағалап отырамыз. Балтып, соған қарап өзімізді бағалаймыз. Балалар, үйге тапсырма. Есеп бердім, я? Барлығымыз шығарып келдік па? Қанша шықты? Барлығымыз тексере салайық. 0,6, оның -6 дәрежесі 10 метр. Жарайсыңдар. Барлығымызда сондай ма? Бұнда тұрып айтайық. Ом заң формуласы Мирлан. Қай жауап дұрыс? С жауабы дұрыс. Жарайсың. Ток күшін өлшеуге арналған құралды не деп айтамыз? Асылай? Амперметр. Жарайсың. Келесі қарақат. Кедергі қандай әріппен белгіленеді? Аяна. Кернеуді өлшеуге арналған құрал? Вольтметр. Мен қандай басшыйым? Так, үй тапсырмасын. Өткен тақырыптарды қайталап алдық, енді жаңа тақырыпқа көшейік. Бүгін тақырыбымыз өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. Енді мынау видеомызды тыңдайық, балалар. Тізбектей жалғауда жалпы кедергі
жалғасақ, балалар, тізбектей жалғау. Тізбектей жалғау кезінде электр тізбегінің элементтері бірі тізбектеліп қосылады. Яғни моншақты қалай тіземіз, жіпке сол сияқты қосатын боламыз. Ток бір элементтен екінші элементке өтеді. Егер екі шамды тізбектегі жалғайтын болсақ, бір шам өшіп қалатын болса, екіншісі өшіп қалады, оған ток бармайды. Тізбекте жалғанатын электр құрылғылары параллель жалғанған тізбек сияқты жиі қолданылады. Себебі қыздыру шамдары бір-біріне тізбекте жалғанса, онда олар бір-біріне тәуелді болады. Яғни олардың біреуі естіп шықса, қалғандары арқылы электр тоғы жүреді. Құрылғылардың ішінде шырша шамдарын жалғауда тізбекте жалғау кең таралған. Бір жүйеде бір-біріне тізбекте жалғанған 100-ге тарта шам болуы мүмкін. Барлық шамдар бір-бірімен тізбекте жалғанатындықтан, барлық тізбек арқылы бірдей ток күші жүруі мүмкін. Сондықтан тізбекте жалғанған әр құрылғы арқылы өтетін ток күші бірдей болады. Енді балалар, тізбектей жалғау кезіндегі ток күші қандай болады? Барлық элементтерде бірдей болады. Енді ұқсатамын. Тізбектей жалғаған кезде ток күші бір-біріне барлығы бірдей тең болады. I1, I2, I-N-ге дейін кете береді. Жалпы кернеу тізбектей жалғаған кезде әрбір өткізгіштің ұштарындағы кернеудің қосындысына тең болады және кедергілері тура шамаларының қосындысына тең болады екен. Параллель жалғау бұл электр тізбегіндегі компоненттер бір-біріне параллель орналасқан, олардың арасында ток жеке-жеке өтетін болады. Кейде екі шамға ток беру үшін екі батарея орнына біреуін пайдаланған тиімділік болып келеді. Оған қол жеткізу үшін шамға қосылатын сымдар бір батарея арқылы қосылуы керек. Сым өте ұзын болған кезде оның бір бөлігін үнемдей аламыз. Ол үшін сымдардың бірі ортақ сым ретінде қолданылады және олар бөлінетін жерде түйін қалыптасады. Егер екі шамның әрқайсысын ауыстырып, қосқышпен жабдықтаса, онда олардың әрқайсысын жеке қосып, өшіре алатынымызды көреміз. Екі шамда бір-біріне тәуелсіз түрде жұмыс жасап тұр. Электр құрылғыларының бұлай жалғануы параллель жалғану деп аталады. Бір-біріне параллель жалғанған тізбектің бөлігі тізбек бұтағы деп аталады. Электр құрылғылары параллель жалғанған кезде олардың бойындағы кернеуі бірдей болады. Шамның кернеуі шамның ұштарынан өлшенеді. Сонымен қатар, тізбектің шам орналасқан бұтағының ұштарынан өлшенеді. Екі жағдайда да ол тізбектегі байланыстардың арасындағы кернеу болып табылады. Сондықтан да екі жағдайда да екі шам арасындағы кернеу бірдей нәтижені көрсетеді. Параллель жалғауда электр тізбегінің элементтері бір-біріне параллель қосылады. Яғни әр элементтен өз бетінше өтетін болады, балалар. Параллель жалғаудағы кернеу, барлық өткізгіштің ұштарындағы кернеу бір-біріне тең болады. Ток күші әр өткізгіштің бойындағы ток күші олардың қосындысына тең болады және кедергілері кері шамаларының қосындысына тең болады екен. Тізбекті осылай жалғауға болады. Мысалы, мынау бірінші суретте не болған? Тізбектей жалғанған, иә? Ал екінші неде? Параллель жалғанған. Екеуінде де кілтке және ток көзіне қалай жалғанып тұр? Жеке-жеке жалғанып тұр, иә? Ал енді бөлме шамдары қалай жалғанады екен? Бөлме шамдары әдетте параллель жалғанады
әр шамдық тізбек тәуелсіз жұмыс істейді. Әрбір шамдағы ток күші шамның кедергісіне байланысты болады екен. Енді балалар, мынадай тапсырмалар орындайық. Мына топ бірінші, екінші, үшінші топ, иә? Мына жерде тапсырмалар орындау үшін балалар бірінші топ тізбекте жалғау, осы схема бойынша орындайтын боламыз. Екінші топ параллель жалғауды зерттейміз. Үшінші топ тізбек бөлгішін Ом заңын зерттейтін боламыз. Алдын ала берілген ссылка бойынша заряд жоқ па? Сіздердікі бірінші топ, иә? Тізбектей жалғау. Тізбекті құрастырамыз. Берілген мәндерін жазып отырамыз, иә? Тізбекті құрастырамыз, берілген мәндерін жазып отырамыз. Бәріміз бірге жасаймыз. Бәріміз бірге жасаймыз. Ақылдасамыз, қалай жасатынымызды. Фломастер беріп тізбекті тақтадағы тізбек бойынша құрастырамыз. Қараған сайын кедергі не істеп жатыр? Кедергі артқан сайын топ күші кемейді. Ал мынаны арттыратын болсақ қандай Gibbs болды. Бірінші топ болып қойды. Жерде ну, бересің еш қыза. Анау істемей тұр. Мынаны қосып тұр. Ал, айтайық балалар. Кім қорғайды? Айтамыз. Тұрсаңыз енді. Не істедік? Схеманы құрып алып, оның шамаларын өлшеп жазып алдық. Сосын формулаларына қойып, есепті схема бойынша есеп топтасып
Тізбектей жалғау, иә, сендерде, иә? Тізбектей жалғау шарттары қандай екен сонда? И тоқ күші барлығында қанша болды? Тең болды. Барлығында тең болды, иә? Ал Яғни бір тоқ істен шықса, барлық тоқ істемей қалады. ал кернеулері? Кернеулері де бірдей болады. Жоқ, кернеулер бірдей емес қой. Сан мәндеріне қарасыңдар шоны. Не істедік балалар біз? Кернеулерін табу Әр ұштарындағы кернеулерін алдыңдар, иә? Содан кейін и тоқ күштерін тауып едіңдер, ол барлығы қандай санда шықты? 0,45 деген мәнді көрсетті, иә? Ал мына жақта амперметріміз қаншаны көрсетті? Ол да 0,45-ті көрсетіп тұрған еді, иә? Ал кернеулеріміз әртүрлі, иә? U1, U2-міз әртүрлі. Екеуін қосқан кезде мынау батареядағы не шықты ма? Шықты, иә? Кедергілерін қалай қосамыз? Кедергілерін Жалпы кедергісін қалай таптық? жалпы кедергісін бірінші кедергі мен екінші кедергісін Қостық. Аха. Оң заңын қолданып, U жалпы мен R жалпыны тапқан кезде U жалпыға R жалпыны бөліп, I жалпыны таптық. аха, I жалпы мен I1, I2 тең болды ма? Тең болды. Сан мәндері қаншадан шықты? 0,45 ампер шықты, иә? Мына жақта да 0,45 ампер, мына жақта да 0,45 ампер шыққан екен. Енді үшінші топ. Үшінші топ. Бізде бұл жерде көрсетіліп тұрған мына жердегі кедергіні арттырсақ, мына жақтағы бізде кедергіні арттырған сайын тоқ күші кемиді. Ал мына жердегі кедергіні кернеуді арттырған сайын тоқ күші артады. Бұл жерде демек, бұл жерде тізбек ұштарындағы бұл жерде тоқ күші тізбек ұштарындағы кернеуге тура пропорционал, кедергісіне кері пропорционал екендігін көрсетіп тұр. Ал мына жерде тұрған көрсетіліп тұрған тоқ күші мен кернеудің тәуелділік графигі. Мына жерде мысалы екеуінің теңескен жерін алып тұр. Мына жерде мысалы кішкене 30-дан асқан болса, мына жақта 0,6. Оны милли амперметрмен милли ауыстырғанда 0,6. Жарайсыңдар. Екінші топ. Сіздерде? Бізде параллель жалғаған тізбек. Яғни біз екі резисторды параллель жалғап тізбек құрастырдық. Мына тізбектегі айқын оқытам. Параллель жалғап тізбек құрастырдық. Яғни R1-іміз 10 болды, R2-іміз 10 болды. Одан кейін тоқ күшінің жалпы кернеуі 9 вольтқа тең болды. И жалпымыз 1,8 амперге тең болды. Одан кейін параллель жалғаған кездегі шарттарын тексеретін болсақ, I1-іміз U1 бөлінген R1-ге тең болды. Яғни 9 бөлінген 10, 0,19 ампер шығады. Одан кейін I2-мізде U2 бөлінген R2-мізге тең, 9 бөлінген 10, 0,19 ампер шығады. Одан кейін тоқ күшінің жалпы кернеуі, параллель жалғаған кезде I тоқ күшінің өткізгіштері тоқ күштерінің қосындысына тең болады. Яғни I жалпы тең, I1 қосылған I2 тең, қосып 1,8 ампер шықты. Одан кейін параллель жалғаған кезде кернеулері тең болады. Барлығы тең екен. Одан кейін параллель жалғаған кезде кері шамалардың қосындысы 1 бөлінген R, яғни 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2-ге тең болады. Сөйтіп 1-ді 10-ға бөлдік, екеуінің ортақ бөлімін алдық, сөйтіп 10-нан 2 шықты. Яғни R-ді табатын болсақ, 10-нан 2 мәніміз бізде ауысып түседі, 10-ды 2-ге бөліп 5 10 шықты. Одан кейін оң заңмен тексеретін болсақ, I жалпымызды табу үшін U жалпыны R жалпыға бөлеміз. 9 вольтты 5 10-ға бөліп 1,8 ампер шықты. Жарайсыңдар балалар. Енді параллель жалғағанда да, тізбектей жалғағанда да біз бірдей мәндерді қолдандық, иә балалар?
Сіздерде де R 10-10'dan болды екеуінде де, ал неміз 9 вольтты көрсетіп тұрды, иә? Екі жақта да. Енді балалар қарайықшы, тізбектей жалғаған кезде қанша ток күші болды? Тізбектей жалғаған кезде 0,145 ампер. Ал параллель жалғаған кезде қанша шықты? 1,8 ампер шықты. Сонда тізбектей жалғаған кезде ток күші көп қолданылған екен, параллель жалғаған кезде ток күші көп қолданылған екен. Параллель жалғаған кезде ток күші көп қолданылған екен. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Бұл жеке тапсырма. Мына жерде барлықтарымыздың аттарымызды жазып қойдым. Осы бойынша есептерді шығарамыз. Бірінші берілгенін жазып аламыз. Дәптерімізді ашамыз. Жазамыз дәптерге. Әрқайсымыз жазамыз. Өткізіште тізбектей және параллель жалғауға берілген есеп тапсырмасын орындай алсаңыздар. Әр кедергінің ток күші мен кернеуін есептей алады, өткізгіштердің жалпы кедергісін есептей алады. Бұл жерде 3 не беріліп тұр, сіздерге 3 балл жинайсыздар. Бірінші есеп тізбектей жалғанған және ток күшін табуымыз керек, иә? Әр резистордың кернеуін және тізбектегі ток күшін табуымыз керек. Екінші есепте кедергілер берілген, олар тізбектей жалғанған. Жалпы кедергісін табамыз: Алдияр, Аян, Еркебұлан, Жаннұр, Іңкәр. Үшінші есепте 4 резистор берілген, олар тізбекте параллель жалғанған. Әр резистордағы ток күші мен кернеуін табуымыз керек. Төртінші есепте 3 резистор берілген, олар параллель жалғанған. Жалпы кедергісін табуымыз керек. R1, R2 деп жаза берсек, оны күшін берілген деді. Есеп тақтаға шығарамыз осы. Тақтаға Аяна шықсын бірінші есепке. Екінші есеп, үшінші есепке Аяна сенікі. Асылай шықсын бірінші есепке. Мерлан төртінші есепке. Жаннұр екінші есепке. Орында шығара бер, тез-тез тақтаға жазамыз. Аны тақтан екіге бөліп жазамыз. Дәлдеуімді тақтан екіге бөліп жазамыз, иә?
арасында өзіміз бағалау қарағанда бағалап отырамыз, жарай ма? Жиырма 24-ге бөлсек қанша шығады? 5 ампер. Шарттарын біз қолдандық, иә? Өлшем бірлігі ампер бола ма, балалар? Екінші ма? Тура шамаларын қосымша тарып қосып шығамыз. Өлшем бірлігі жасаймыз. U1, U2. Формулаларды дұрыс қойып жатырмыз. Ток күшіміз I1, I2, I3 қаншаға тең болады сонда? 5-ге тең болады. Не себепті балалар? Тізбектей жалғаған кезде қаншама тұрақты болады? Ток күші тұрақты болады, иә? Сондықтан барлық өткізгіштің бойында ток күшінің 5 амперге тең болады дедік. U1, U2, U3-ті тапқан кезде барлығын ереже бойынша қосып 120 вольт шықты, иә? Есептің шартымен бірдей шықты, яғни шарт дұрыс орындалды ма, балалар? Иә. Отыра қой, жарайсың. Аянаның есебінде параллель жалғау, иә? Параллель жалғау шарттар орындалды ма? Кедергілері? Мына жерде бір бөлінген RJ деп жазу керек пе? Формула дұрыс, бірақ мына жерде бір бөлінген RJ деп жазу керек. Бір бөлінген RJ деп жазамыз. Дұрыс жазамыз балалар формула, иә? Тең болады. Бір бөлінген кері шамаларының қосындысын алдың. Кері айналдырып түсірген кезде 0,48 Ом шықты, иә? Омды басақпен жазамыз. Параллель жалғаған кезде кернеулер қандай қолданылады екен? Қалай шығардық? I жалпы мен R жалпы көбейтіп шығардық, иә? U1, U2 неге тең болады сонда? Параллель жалғау шарттарында кернеу қалай болатын еді? Бір-біріне тең болады, иә? Сонда сенде U1, U2 бір-біріне тең, иә? Так. I1, I2-ні таптық. Есептеулері дұрыс. 0,8, 0,6 шықты. Қосқан кезде 5 ампер шықты. 5А деп қосып қойдық. 5 ампер. Есептің берілгенде жалпы ток күші қаншаға тең еді? 5 ампер тексін, иә? Ал I1, I2, I3, I4-тің қосындысында қанша шықты бізде? 5 ампер шықты. Жарайсың. Отыра ғой.
Енді келесі есепке барлығымыз орнымызда отырып шығарып отырмыз, иә, балалар? Енді есепті көшірейік. Келесі есепке Жаннұр, Мейірлан тізбектей және параллель жалғау бердім, иә? Келе қойыңыздар. Келесі тапсырма жұптық тапсырма. Қарапайым тізбек сызбасын есеп құрастырып шешіп көріңіздер дейді. Мына сияқты өзіміздің ойымыздан схема құрастырамыз, балалар. Оның мәндерін береміз және жалпы кедергісін есептейміз. Өзіміз ойша мән береміз, жалпы кедергісін табамыз. Ол тізбектердің сендердің параллель жалғануы мүмкін, немесе тізбектей жалғануы мүмкін. Дәптеріңізге жазайық, барлығымыз. Дайындау бағыттарында балалар. Параллель жалғаймыз. Мына сияқты параллель жалғаймыз. Тізбекте жалғаймыз. Екеуі бөлесіз. Екеуі бөлесіз. Тең екеуі бөлесіз. Bir қағаз. Екеуі бір тізбектерінде ма, бір тізбек құрастырма ма? Сен оңға басып жүрсің. Енді көрсетсеңіз балалар, дұрыс бұрысын тексерейік те. Айта ғой, тізбектей жалғау жасадың ба? Тұрамыз орнымыздан. Біз тізбектей жалғау жасадық. Алдымен R1 мен R2-нің шамасын мәндерін ойша алып алып, I1-ді тауып алдық. U1-ді R1-ге бөліп, шамаларын қойып, мәнін тауып, U1-ді R1-ге бөлген кезде 0,127 ампер шықты. I2-ні тапқан кезде дәл сондай 0,127 ампер шықты. Және бізде I-жалпыны тауып алу үшін I1 мен I2-ні қосып алуымыз керек. U1 мен U2-ні қосып алуымыз керек. Бізде U1-ді біз 2,5 деп алдық. 2,5-ті 2,5-ге қосқан кезде 5 вольт шықты. Сендер есептің шартында қанша деп қойдыңдар? Олар 5 вольт болды. Шамамен теңдігі. R-жалпыны тауып алу үшін R1 мен R2-ні қосып, шамасын анықтап алуымыз керек. Біз R1 мен R2-ні 9 деп алдық. R1 мен R2-ні қосқан кезде бізде 18 Ом шықты. Және I-жалпыны тауып алу үшін U-жалпыны R-жалпыға. Біз екі резисторға параллель жалғау, яғни R1-ді мәндерін қойдық. Одан кейін ток күшінің жалпы кернеуі 4,5 вольтқа тең болды. Одан кейін I-жалпымыз 0,145 амперге тең болды. Одан кейін I1-ді табатын болсақ, U1-ді R1-ге бөліп, бізде 0,145 ампер шықты. Одан кейін I2-ді дәл солай. Одан кейін бізде I-жалпымыз табатын болсақ, I-жалпымыз I1 тең I2-ге тең болды. Ол 0,145 амперге тең болды. Одан кейін параллель алған кезде кернеулер бір-біріне тең болады, яғни 4,5 тең 4,5 болды. Одан кейін R1
R1 тең 1 бөлінген R1 плюс 1 бөлінген R2 бөліп, солай бізде 5 болып шықты. Одан кейін I жалпыны табатын болсақ, оның заңымен, яғни U жалпыны R жалпыға бөліп, 0,45 ампер шықты. Жарайсыңдар. Өздері ойларыңнан мәндер қойып шығардыңдар, я? Ом заңымен қосып тексердік. Енді Бұл жерде біздің сызған схемамыз параллель тізбегі. Бізде кедергіміз жалпы үш кедергіні алдық. Біріншісін 8 Ом, екіншісін 4 Ом, үшіншісін 8 Ом деп алдық. Біз бұл жерде R1-імізді бәрін қосып алып, кедергілеріміздің соңында R жалпымыз 2 Ом болып шықты. жарайсыңдар. Ең бауыр келесі тапсырма. Ақпаратты сүзгіден өткізейік. Жалпы барымыз білеміз. Ең бауырда жерге тізбектей және параллель жалғау шарттар бар. Осы шарттарды кімге параллель жалғау болатын болса, мына жерге дұрыс емес ақпарат үстінде қалады да, дұрыс ақпарат астында қалады. Параллель жалғау шарттарын мына жаққа жинаймыз. Мына жерге барлығы араласып кеткен. Біздегі тізбектей жалғау шарттарын астына түсеміз. Дұрыс емес шарттар бар. Мына жерге көрсетейік. Мына жерге тізбектей жалғау шарттар. Ережесін табамыз. Қандай? Екінші топ дайын екен. Шарттарын айтайық. Тізбектей жалғау шарттары қандай екен? Резисторларды тармақтамай бірін екіншісін үшіншісіне тіркесте жалғауды айтады. Мынау қандай сурет? Бұл германды Қалай жалғанған? бір-біріне тізбектей жалған. Тоқ күштері қандай екен? Бір-біріне тең. Кедергілері? Кедергілері бір-біріне қосылған. Мынау қандай тізбектер? Схемалары көрсетілген? Бір-біріне тізбектей. Бір-біріне тізбектей жалғанған. Дайынбыз ба? Жоқ. Al seni. Dayınız var? Дұрыс қой, тұра берсін. Екеу болса да тұра берсін. Кім айтады? Барлығымыз біреуден айтып шығайықшы бұл жерде. Бір адам айтпайды. Параллель жалғанған кезде мысалы даладағы шамдар бірі өшсе, қалғандары жанып тұра береді. Бұл қандай жалғау? Бұл параллель жалғау. Ал тізбектей жалғанған кезде, мысалға шыршаның шамын алатын болсақ, ол жақта, ол жерде бір ғана тізбекпен өтеді. Яғни біреуі өшсе, қалғандары да бірге өшіп қалады. Резисторларды бірінші тармаққа бөліп олардың сәйкес тұрғыштарын біріктіру жалғауды, яғни ол параллель тізбек жатқызамыз. Параллель жалғау деп атаймыз, иә? Келесі Жаннұр, тоқ күштері олардың бір, екі қалай болды? Қосылады. Қосындысына тең екен. Ал сен айта қойшы, кернеулері қандай екен? Тең. Бір-біріне тең екен. Өткізгіштің ұштарындағы кернеудің барлығы бір-біріне тең екен. Кедергілері кер шамаларға тең. Кер шамаларының несі? Қосындысына Тең болады екен. Сөйлемді дұрыс айтамыз балалар. Жарайсыңдар. Өткізгіштері тізбектей жалған кезде тоқтары тең. Резисторда тармақтай бірі екіншісіне, үшіншісіне тағы да басқа тіркестерді жалғауды айтады. Сен айта ғой. Қайсың? Бұл бізде гелянды біреу өші, бәрі өшеді.
мына жақта r олардың қосындысына тең. Жалпы кедергісі әр өткізгіштің кедергісінің қосындысына тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар үйге тапсырма өтініштегі тізбекті және параллель жалғау және кітаптан 19 жаттығудың 2-3 есебін шығарып беріңіз. Бағалау парағымызды ашамыз. Өзімізді бағалап қойдық, иә? Мына жерде сұрақтар қойдық, сол сұраққа жауап берсіңдер. Өзім бағаладым, мына сұраққа жауап береміз. Кім жазып болды балалар? Қарақаттар дайын екен, иә? Қарақаттар дайын. Өзім бірінші қалай бағаладым? Үй тапсырмасына 2, тоты жұмысқа 2, жұты жұмысқа 2, жеке жұмысқа жалпы балл 3, 2 балл бердім. Жұты жұмысқа 1, барлығы 9 балл. Бүгін білген жаңа нәрсе тізбекте және параллель жалғау үйрендім. Қызықты немесе қиналған сәтті симуляциялық тапсырма қызықты болды. Сен айта Ульяна, өзіңді қанша балалар бағаладың? Общий айтып 9 балл бағаладым. Бүгін білген жаңа нәрсе параллель және тізбекте жалғауды үйрендім. Қызықты сәттің, қиналған сәттің немесе? Симуляциялық тапсырма қызықты болды. Симуляциялық тапсырма қызықты болды, иә? Аяна? Мен өзімді 10 балға бағаладым, өйткені мен сабақты өте жақсы түсіндім деп айта аламын. Мен бүгін білген жаңа нәрсе өткізгіштегі тізбекте және параллель жалғауды білдім. Қызықты немесе қиналған сәттің қызықты сәтінде оның санына зерттеулер жасау. Яғни осы Қиын болған сәт бар ма балалар? Қай жерде қиын болды? Облысынан сұрайын. қызықты немесе қиналған сәт өткізгіштегі тізбекте және параллель жалғауда тізбек сызбасын сызу мен үшін қызықты болды. Өзіңді қанша балға бағаладың? 9 балл алдың. Сабинаны сұрайын. Мен өзімді 8 балға бағаладым. Бүгін білген жаңа нәрсе өткізгіштегі тізбекте және параллель жалғауды білдім. Қиындықтар жоқ. Қызықты сәт схема жасау қызықты болды. Олай болса балалар, мына жерден бүгінгі сабақты кішкене қолыңызбен көрсетуге байланысты жасайық. Сіз бәрі қызықты болатын болса, мынандай жасаймыз, иә? Сабақ үшін рахмет деп айтатын болса да былай, өзгелерге көмектесе аламын. Былай, әзірше қиын болып тұрса, қолымызды былай жұдырығымызды түземіз, өте қиын болатын болса, қолымызды былай түсіреміз. Кәне барлығымыз не жасайық? Шынайы жасаймыз балалар. Барлығымыз түсінікті ма? Түсінікті, қызықты болды, иә? Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сабақ аяқталды.